Армысыз YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы. Каналды қолдап, қазақша контенттің дамуына үлес қосып жатқандарыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Биыл 2023 жылы елімізге 52 мың тоннадай мандарин жеткізілген. Жаңа жыл жақындаған сайын дүкендерде мандарин қымбаттап жатыр. Қазір Алматының өзінде цитрус жемісінің бұл түрінің келісі 700 теңгеден 1300 теңгеге дейін барады. Бірақ сұраныс ұсынысты тудырады демекші. Биыл елімізге 52 мың тонна, яғни ол былтырға қарағанда 16 мың тоннаға көп. Қазақстандықтардың дастарханына қойылатын мерекелік дәм елімізге қандай пайда әкеліп жатыр? Мандариннің пайдасы мен зияны қандай? Жаңа жылдың жақындап келе жатқанын көшелер мен дүкендерден ақ байқауға болады. Жыл 12 ай дүкен сөресінен түспесе де, қыстың алғашқы айында цитрус өніміне сұраныс арта түседі. Әсіресе мандаринді көп тұтынады. Бағасына сай түрі бар. Қалтадан ұра қоймайды дегеннің өзінде 700 теңгенің төңірегінен асып жығылады. Мұндайды пәкістандық дейді. Ал ең қымбаты мароккалық. Тәттісі де, шыдамдысы да сол. Бірақ бағасы 2 есе қымбат. Орталықтардағы дүкендердің келісінің 2000 теңгеге дейін көтерілген кезі болыпты. Расымен де Қытай Қазақстанға цитрус және экзотикалық жемістердің импорты бойынша көш бастап тұр. Мысалды мандаринмен келтірейік. Биыл елімізге бұл өнімнің 30 миллион долларға 44 тоннасы импортталса, тең жартысы Қытайдан әкелінген. Қалғаны Пәкістан, Түркия, Марокко, Иран, Аргентина, Перуден жеткізілген. Былтырғы статистиканы салыстырғанда мандарин биыл әлдеқайда көбірек импортталған. Дегенмен дәрігерлер жеміс деген осы екен деп мандаринді бет алды тұтынудың аулақ болғанын абзал деп отыр. Оның 200 граммнан артық қолданбаған дұрыс, өйткені артынан түрлі салдары болуы мүмкін. Мысалы, асқазан ішек жолдары ауырып, немесе аллергиялық түрлі жағдайларға тап болуы мүмкін. Кейбір мамандар цитрус өнімін шамадан тыс тұтыну артық салмаққа әкелуі мүмкін деп те болжайды. Яғни құрамындағы көмірсу көп болғандықтан бауырды майландырады. Сондықтан семіздік пен қант диабетімен ауыратындар күніне бір ғана данасын жеген дұрыс. Мандарин біздің елде өспейтін болғандықтан ол бізге шетелден келеді. Ол ұзақ сақталу үшін оны әртүрлі спецификалық заттармен залалсыздандырады. Мандариндер дәруменге бай болып келеді, сондықтан ол бактерияларға қарсы әсер ететін функцияға ие. Алайда өндірушілердің мандаринді ұзақ сақтау үшін арнайы дәрілермен өңдеуі адамның денсаулығына зиян. Ресейлік мамандардың айтуынша, бұл жемістің түрлері витаминдерге, микро және макроэлементтерге, антиоксиданттарға және басқа да пайдалы элементтерге бай болып келеді. Ал мұндай заттар зең мен бактериялардың көбеюін алдын алып, қыста суық тиюден қорғайды. Оның құрамындағы бета-каротин жүрек жұмысын реттеуге ықпал ететін көрінеді. Сонымен қатар диетологтар асқазан және ас қорыту жүйелерінің ауруы бар және асқазан қышқылы жоғары адамдарға мандаринді жегенде абай болу керектігін ескертеді. Бұған қоса олар цитрусты жемісті аш қарынға жеуге болмайтынын айтып жатыр. Ескере кетерлік жайт, мандарин қабығын пайдаланбау қажет. Себебі шетелдік өндірушілер мандариннің қабығын оның көп уақыт бойы сақталуын қамтамасыз ету үшін арнайы зеңге қарсы дәрілермен өңдейді. Ал бұл дәрілер денсаулыққа өте қауіпті. Мамандар мандаринді күніне 2-3 рет қана жеу керек деп айтады. Жаңа жыл мандариннің қаптайтын уақыты. Мерекелік дастарханда әр шаңырақта міндетті түрде мандарин тұрады. Жаңа жылдың тәттік қораптың ішінде де мандаринді салу әдетке айналған. Ендеше тоқсары түсті цитрус дәмді жемістің пайдасы мен зиянын қарастырып көрейік. Мандариннің отаны Қытай. 19 ғасырдың басында Европаға жетіп, Испания, Марокко мен Түркияның негізгі өсіретін жемісіне айналған. Сондай-ақ Абхазия мен Грузия, Франция, Япония, енді Қытай елдері де өсіреді. Жаңа жылда мандарин сыйлау дәстүрі көне Қытайда қалған. Біздің заманымызға дейін бір ғасырға пайда болған салт екен.
Ежелгі Қытай мерекеде үйге келген қонақтарға 2 мандарин беріп, басқа біреуге қонаққа барғанда тағы 2 мандарин апарып беретін болған. Қытай тілінде 2 мандарин деген тіркес алтын сөзіне ұқсас естіледі. Мандариннің пайдасы. Мандариннің құрамында әртүрлі қышқыл А, Д, К дәрумендері, сонымен қатар калий, магний, темір, фосфор, натрий және кальций сынды минералдар бар. Қабығында эфир майы, пигмент пен каротин болады. Әсіресе қыста жеген кезде дәруменнің жетіспеуін толықтырып, аскорбин қышқылының арқасында иммунитетті көтереді. Қабығын суға қайнатып, тұнбасын ішсе, жөтел мен қақырықты жазуға болады. Мандариннің тағамдық құндылығы аз, жеңіл жеміс саналады. Бірақ құрамындағы қант өте көп. Соған қарамастан салмақ түсіруге, асқазан жұмысы мен зат алмасуын жақсартуға қауқары жетеді. Сонымен қатар мандариннің зияны да бар. Мандарин цитрус жеміс болғандықтан ол аллергия туғызуы мүмкін. Сондықтан 2-3 жастағы балаларға беруге болмайды. Ал аскорбин қышқылы асқазанның шырышты қабығын қабындырып, жараны асқындыруы мүмкін. Сондықтан асқазаны ауыратын адамдарға аз жеген жөн. Сондай-ақ мандаринді гепатит пен холецистит және нефрит ауруына шалдыққан адамдарға жеуге болмайды. Көп жеген мандариннің каротині мен А дәрумені бауырға салмақ түсіріп, бауыр ауруларын асқындыруы мүмкін. Суық тиіп ауырғанда, тұмауратқанда мандарин шырынын ішу керек. Иммунитет күшейіп ауруға қарсы күресе алатын қасиеті бар. Бүйректегі тасты түсіру үшін де мандарин шырынын ішсеңіз болады. Мандариннің тек жемісі ғана емес, қабығы да өте пайдалы. Бұл бірақ қазіргі жағдайда әсіресе қыс мезгілінде оның сыртында болатын зеңдерге қарсы дәрілермен дәрілеген кезде оның қазіргі қабығын пайдаланып аса қажет емес. Бірақ негізінде мандариннің қабығы буын ауруларына ем. Сондай-ақ иммунитетті көтеретін қасиеттері бар. Оның көмегімен иммунитетті нығайту үшін төменде көрсетілген мынадай дәріні жасап көрсеңіз болады. 2 ас қасық мандарин қабығына 250 мл арақты құйып, 1 апта тұндырып қоясыз. Осылайша дайындалған сұйықтықты 20 тамшыдан күніне 3 рет қабылдау керек. Дәріні тамақтан 20 минут бұрын ішкен пайдалы. Егер тамаққа тәбетіңіз тартпай, ас қорыту жүйесінің жұмысы нашарлайтын болса да, осы дәріні қабылдасаңыз болады. Жөтел кезінде мандариннен ингаляция жасауға болады. Мандарин қабығын майдалап турап, 1 уысын аласыз да, кішірек кастрюльге не табаққа саласыз. Оған азырақ қайнаған су құйып қайнатасыз. Сөйтіп судың буымен біраз уақыт тыныстау керек. Осындай ингаляция арқылы жөтелден айығуға да болатын есте сақтаңыз. Тұмауратқанда мандарин қабығынан жасалған тұнбаны ішіп, ауруды жеңуге мүмкіндігіңіз бар. Мұндай дәріні дайындауға 3 ас қасық кептірілген мандарин қабығы және 2 стакан қайнаған су қажет. Қайнаған суды мандарин қабығына құйып 2 сағатқа қалдырасыз. Сөйтіп 2 ас қасық бал қосып, жылыдай жарты стаканнан күніне 3 рет қабылдау жеткілікті. Қандағы қант мөлшерін түсіру үшін де мандарин қабығы көмекке келеді. Мұндайда 3 дана мандариннің қабығына 1 литр су құйып 10 минут қайнатасыз. Қайнатпаны суытып, күн сайын жарты стаканнан тамақтан 15 минут алдын қабылдаңыз. Сонда қандағы қант мөлшері де қалыпқа келеді. Іш кебу кезінде мандарин қабығын кептіріп майдалайсыз да тамаққа 1 қасық қосып ішесіз. Сонымен қатар мұндай майдаланған мандарин қабығынан тыныс жолдары қабынғанда тұнба дайындап ішуге де болады. Ол үшін 1-2 қасық мандарин қабығына 1 стакан қайнаған су құйып, 1,5-2 сағат тұндырып қою керек. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып,
ыстық күйінде жарты стаканнан ішуге болады. Емді тамақтанардан 20-30 минут алдын жүргізген жөн. Қорыта айта кеткенде, қадірлі YouTube көрермен, жаңа жыл келе жатыр, әр шаңырақтың дастарханында осы мандарин кездеседі. Оны дастарханға қойып, дастархан сәнін келтіретін жемістердің бірі деп санасақ болады. Басында да айтып жатырық, үнемі айтып жатырық, әр заттың мөлшері көбейген сайын оның адамның ағзасына берер пайдасынан гөрі зияны көбірек болады. Сол үшін мөлшерді түрде, өзіңіз саналы түрде мөлшермен жегеніңіз жөн. Күнде бірақ 2-3 мәртеден жесеңіз, ол сізге пайдасын әкелетіні рас.